Сәлем достар, сіздермен Олжан Жұмабайқызы. Біз бүгін редька по-корейски салатын жасайтын боламыз. Бізге қажетті заттар осындай ас-көк, яғни укроп қажет болады, 2 дана сәбіз кішірек, және 5 дана редька, 3-4 дана сарымсақ және дәмдеуіштер қажет болады. Ендеше бастаймыз. Ең алдымен ыдысымызға осындай морковь салатына арналған үккішімізден редькамызды өткізіп аламыз. Одан соң оның үстіне 2 дана сәбізімізді де осы үккіштен өткіземіз. Оның үстіне тұзымызды саламыз. Одан соң шекерімізді, яғни қантымызды саламыз. Енді осыны жақсылап қолымызбен араластырамыз. Бізге бұл сәбіз бен редьканың суы шығу үшін қажет. Сол үшін біз тұз бен қантты қосып алдық. Енді жақсылап араластырып алғаннан кейін осыны 5-10 минутқа қойып қоямыз. Сонда оның артық суы шығады. Міне бізде артық сулары шықты. Мен оның бәрін сығып алып тастадым. Міне менде осынша су шықты. Енді сәбіз бен редькамыздың үстіне кориандр қосамыз. Сосын қара бұрыш қосамыз. Сосын қызыл бұрыш қосамыз. 3-4 тіше сарымсағымызды осылай сарымсақ езгішпен езіп, оны қосамыз. Және ас-көгімізді, укропымызды осылай турап алып қосамыз. Және сұйық майымызды құямыз үстіне. Ең соңынан осындай ас қасықты толтырмай, 1/3 қылып сірке суын қосамыз. Сірке суы менде 70%. Алдымен осылай қысқышпен жақсылап араластырып алыңыздар. Одан кейін ары қарай қолдарыңызбен араластырып бірден дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Бұл салатты мына редьканы жақсы көретін адамдар сүйсініп жейді. Жасап көріңіздер, дәмді болып шығады. Және менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.